Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық аясында Алматы қаласының Достық үйінде салтанатты жиын өтті. Славим подвиг и мужество деп аталатын кездесу ұлы жеңістің 71 жылдығын тойлауға арналды. Жиынды өткізуге мұрындық болған Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Кездесудің басты қонақтары соғыс және еңбек ардагерлері болды. Сондықтан сол адамдарды қарсы алушылар қошемет пен гүл ұстап қарсы алды. Кездесуге республикалық және Алматы қалалық этномәдени бірлестіктердің өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар мен шығармашылық ұжымдар, мектеп оқушылары мен студенттер де келген. Ал сөз сөйлеген Қазақ атамандар кеңесінің жоғарғы атаманы Юрий Захаров бұл сынды жиындардың маңызды екенін атап өтті. Хочется в этот день, который объединяет десятки народов бывшего Советского Союза, Ондаған халықтарды байланыстыратын мерекеде ардагерлерге мықты денсаулық тілегім келеді. Дастархандарыңыз мол, бейбіт заман мен бақыт тілегім келеді. Ақшаға сатып алынбайтын барлық жақсылықтарды да тілеймін. Ұйымдастырушылардың айтуынша шараны өткізудегі басты мақсат ұлы отан соғыс ардагерлеріне қамқорлық көрсету, назардан тыс қалдырмау дейді. Ал жастар үшін қазақстандық патриотизмнің нағыз үлгісін көрсету екенін айтады. Сегодня в таком замечательном. Біз бүгін достық пен бейбітшілік үйінде соғыс және еңбек ардагерлерін қарсы аламыз. Ол кісілерге арнап әдейі үлкен дастархан жайдық. Рахиля Махпирова бұл сынды ардагерлерге арналған іс-шаралар дәстүрге айналғанын тілге тиек етті. Ал кездесудің салтанатты бөлігінен кейін соғыс және еңбек ардагерлеріне арналған ән мен биден шашу шашылды. Отаным арқа сүйер қорған белім, заңғар көгім саяба орман көлім, жел жеген алақаннан ақ кептерім, боз құсым иығыма қонған менің, рухыңнан пәледен қорғар мені, кешір ана мәңгілік майдандамын, жауға олжа болмасын деп жайған малым. Кездесу соңында Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері ардақты ардагерлерге мықты денсаулық тіледі. Ортамызда ортаймай жүре беріңіздер деп игі тілектерін де білдірді.